Hello again. Today let's continue. Бүгін жалғастырамыз. Бізде р дыбысы. Р дыбысы біздің қазақтарға кішкене қазақ болсын, орыстарға өте қиын болып естіледі. Соның кесірінен көп сөздер өте қатты естіледі. Мысалы red, three, мен уже айта алмаймын, қараңыз, three, да, perfect деп. Яғни р-ға қатты қойылады, қатты акцент қойып, екпін қойып сөйлейміз. Соның кесірінен біздің акцентіміз өте грубый, және де как-то ұрсып жатырғандай естіледі. Соны біз жұмсартуымыз керекпіз. Қазір денемізді бәрін босатамыз. Бізге қатты ағылшын тілінде сөйлеу үшін көп біздің денеміз, энергия қатты құртып керек емес. Жай рахаттана отырып сөйлеуіміз керек. Біз ағылшын тілінің сөздерінің бәрі жұмсақ, әрі өлеңдетіп, әндетіп айтылып жатырғандай да. Және де әрбір сөзден кайфпен, ләззатпен және махаббатпен сөйлеп жатырғандай. Ол адамды біз лелеет етуіміз керекпіз ғой, яғни ол адамға ұрсу керек емес. Керісінше оған деген махаббатпен сөйлеп тұрғандай, жанашырлықпен сөйлеп тұрғандай сөйлеуіміз керекпіз. Енді қазақ тілінің р мен ағылшын тілінің р дыбысының екеуінің айырмашылығын айтайын. Біз қазақ тіліне р деп айтқан кезде тіліміз таңдайға кәдімгі тиеді. Қараңыздар. Дыбысын тыңдаңыздаршы. Да, кәдімгі неміз тіліміз дірілдеп вибрация жүріп жатады. Ал енді ағылшын тілінің р дыбысы тимейді таңдайға, бер жағында тұрады, ортасында менің саусағым кіріп шығады. Кәдімгі ортасында орын бар. Қазір мен бірге қайталаңыздар. Егер ұялатын болсаңыздар, тыныш жерде отырып айтыңыздар. Әйтеуір мына дыбысты айтуды қазірден бастап дағдыға айналдырып, сіздің етіңіз үйреніп кету керек ол дыбысқа. Мен көбінесе балаларға түсіндіргенде былай түсіндіремін. Ағылшын тілінің р дыбысы бұл ит пен қасқырдың ырылдағандай. Ешқашанда қасқыр мен ит саған келіп р деп айтпайды. Р деп та р деп. Яғни дауысы бір анық дыбыс шықпайды. Вот сізде де сонда болды. Қасқырдың ырылдаған дауысын естігенде р деген дыбыс шығу керек. Енді кеттік, мен қазір сөздер айтамын. Ағылшын тіліндегі сөздің басындағы р болсын, ортасындағы болсын, соңын әзірше тоқтай тұрайық. Немен басы мен соңындағы кездесетін болса, сөздің ішінде, ортасында және басында. Ол да анық р естілмейді. Мысалы, қызыл бізде үйрендік red деп айту да, red каспират. Мысалы, олай емес red. Қараңыздар, меніңнен р қатты естіліп тұрған жоқ. Right. Оң деген немесе дұрыс деген. You're right. Wrong. Қараңыздаршы, менде wrong деп мен сіздерге айтып тұрған жоқпын. Жай ғана денеңізді босатыңыздар. Wrong. You're wrong. Сенікі дұрыс емес. You're wrong. Next, ring. Звондау немесе колокольчик, қоңыраудың дауысы естілгенде ring. Ringing. Бірмен бірге қайталайтыңыз. Ring. Next, rope. Бұл жіп. Арқан жіпті айтамыз. Rope. Келесі, right. Мен көп естимін оқушыларымнан right деп айтады да. Right. Емес. Жеңілдетеміз, денемізді босатамыз. Right. Next, rent. Жалға алу деген сөз. Rich. To buy. I'm rich. You're rich. We're rich. Қайталаңыздаршы, мен баймын. I'm rich. You're rich. Rich. Rich емес. Rich. Next, rose. Guns and Roses. Көп кафелер бар, rose деп аталатын. Rose емес, rose. Енді ортасындағы дыбысты айтайық. Ортасында да солай. Қатты, мысалы, I'm sorry.
бізде қазақ тілінде I'm sorry. Индустар да сөйтіп айтады, орыстар да сөйтіп айтады, sorry. Да? Жоқ. I'm sorry. 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 Carry. Қараңыз, менде қатты естілмейді. Bring. Қайталаңыздар мен бірге, ұялмаңыздар. Қазірден бастап мен бірге практика жасап, осыны енгізіп, неге дағдыға айналып кету керек сізде. Мен мысалы қазақ тілінен сөйлеп отырып, ағылшын тіліне де ауысып кетсем де, менде қате шықпайды. Мысалы мен сіздермен қазір қазақша сөйлеп отырмын, көрдіңіздер ма? Мен р-ны қазақ тілінде анық айта аламын, және ағылшын тілінен резко менің тілім ауысып кетеді. Неге? Мен сізге ең басынан бастап не істедім? Мектеп кезінде ең басында ағылшын тілін үйренген кезде маған ешкім үйреткен жоқ, мұндай жолы бар екен, осылай дұрыс айтылу керек екен. Менде passion дейді ғой, страсть, яғни ішімнен көзімді жұмамда өзімнің қалай ағылшын тілінде сөйлеп жатырғанымды елестететін, қалай әдемі сөйлеп жатқаным, қасымдағы адамдар маған аузын ашып, вау, қандай әдемі күшті сөйлейді дегенше, вот сіздерде де сондай болу керек. Мен ағылшын тілінде as a native speaker, native speaker сияқты сөйлеп жатырғанды көз алдыма елестетем де, маған бұл практикалардың бәрі керісінше мен жан дүниеммен беріліп оқыдым, жан дүниемді беріліп істедім. Carry, bring, write, да, ол маған изюминка болады ғой, әрбір тілдің өзінің изюминкасы болады, өзінің бір сочный, бір әдемі күшті жақтары болады, вот маған сондай болып естілді. Мен оларды жеңіл қабылдап, жеңіл үйреніп кеттім. Так, келесі. Енді көп адамдардың қате айтатын сөзі ішпыстырарлық деген сөз, яғни ішпыстырарлық, жалығарлық деген сөз boring. Көбі boring деп оқиды. Boring емес, boring. Яғни you are. Естілмейді, да? Әрпі көп тұстар ғой. Cry. Store. Бұл уже сөздің соңында болып кетті мыналардың бәрі. Келесі mirror. Таңдайға тигізбейміз тілді. Mirror. Енді қазір фразаларды давайте мен сіздерге отдельный бөлек істеймін. Бірақ қазір сонда да бірге қайталап жүрейік. Мысалы, жылама. Don't cry. Repeat after me. Don't cry. Cry емес, cry. Don't cry. The teacher is very boring. Қараңыз, вообще естілмейді, анық естіліп тұрған жоқ. Mother, you are star. Әрпі сөздің соңына келгенде star. Car. Кешірім сұрайым. Car. Mother. Қараңыздар. Mother. Father емес, father. Mother. Next. Tie the rope around the bar. I am sorry I broke the mirror in the store. Бұл сөздердің бәрі мен сізге қазір бөлек тағы да жіберетін боламын. Олардың қалай оқылу керектігін жазбаша түрде бәрін жіберетін боламын. Енді егер де сізге қазір менімен бірге отырып қайталау немесе қазір бірінші істегеннен шықпаса дұрыс, қайтып видеоны қайтсеңіз, тоқтатып отырып әрбір сөз сайын тоқтатып қайталаңыз. Деген сізге нормальный явление сияқты, қалыпты дүние сияқты сіздің денеңізде қалып қою керек. Okay, thank you very much for watching my video. So good luck. I hope you can do it. I hope and I believe in you. Мен сізге сенемін, сіздің қолыңыздан келеді. Ағылшын тілінен грамматика жаттай бергеннен гөрі бірінші әдемілетіп алыңыз, бірінші произношение акцентті кетіріп алыңыз. Одан кейін бар қандай грамматика оқысаңыз да сізге деген ол жеңіл, кайфпен, рахатпен, ләззатпен алатын боласыз. Okay? Trust me, please. Okay, good luck. Bye bye.